айтуға тура келеді де, мешітте ойбай Абу Ханифа бойынша қылады. Бұрында ондай болған жоқ. Қай кезде болды? Теріс ағым келіп, соны соған былайша соға бастаған кезде. Сендердің бұларың дұрыс емес, бүкіл ата бабаң ұстап жатқан жерден. Қаншама 12 ғасыр бойы ұстанып келе жатырмыз осыны. Бізде Қазақстанда, қазақ даласын айтып айтшы, Қазақстан демейік. Түркі кезінің заманына бері келе жатыр ғой. Осыны бәрі дұрыс емес дегеннен бастап, бұларға біз төтеп беру үшін бұны айту керек болды да. Дәстүрлі исламды ажырату, шатастырып алмас үшін. Енді дұрыс, былайша айтқанда дәстүрлі ислам дейміз ғой. Бұл дұрыс, пайғамбар саллаллаху келе жатқан бір ислам келе жатыр, басқа немен емес. Бірақ бір мысал айтайын. Бізде Қазақстанда жылқының етін жейміз, дұрыс па? Бірақ Ханефи мазхабында екі көзқарас бар. Жылқының еті Абу Ханифа рахмаулла айтады, жылқының еті енді ол кезде көлік болғандықтан, сол көлік ретінде пайдаланғандықтан жеу дұрыс емес. Сол кезде харам деген жоқ, бірақ мәкрух, жағымсыз ол. Көлік ретінде пайдаланып жүрміз, бәрі жылқымыз жеп қойсақ не болады дегендей. Екінші, бірақ оның шәкірттері оған рұқсат берді. Ол адал нәрсе, ол харам емес, адал нәрсе. Енді қарасақ, Қазақстандағы осы Абу Ханифа мазхабы жылқының етін жейді, бірақ Турцияда, Мысырда сол Ханафи мазхабылар жылқының етін жемейді. Олай жей алмайды. Қарасақ, бір мазхаб, бір сенімде, бірақ өзінің дәстүрлі исламды айтамыз ғой, өздерінде де дәстүрінде